Иә, әзір ғана сіздерге бір әсерлі әңгімені аударып жеткізіп бердім. Енді осы әңгімені өзім оқу барысында қатты әсер алдым, тебірендім. Сонымен сіздерге жеткізу барысында енді барынша өзім тұстап жақсылап жеткізіп берем деп ойлағам. Енді қалай жеткізе алдым білмеймін. Жеткізу барысында да біраз тебіреніп кеттім. Оны дұрыс қабылдауларыңызды үміт етемін. Енді өйткені мен өзім де кішкентайымнан ата-анамның, әпекемнің мәпелеуінде, мейір махаббатының астында сондай жақсы тәрбие алып өстім. Сол кісілерге үлкен рахметімді айтқым келеді. Өйткені сол бір мейір махаббат мені осы тұрмыс барысында, болмаса осы бала тәрбиелеу барысындағы көп түрлі жағдайларда маған демеу болып, мені жетектеп келеді деп айта аламын. Енді әзір көп санды ата-аналар баласының оқу нәтижесіне көбірек көңіл бөледі. Одан кейін балаларды өстіп әртүрлі қосымша класстарға беріп, әр жағынан дамуын үміт етеді. Енді менің ойымша осы балалардың құрсағын тоқ қылу, кемін бүтіндеу алғышарты астында балалардың мына ақаусыз, тұрақты, адамгершілікке толы етіп тәрбиелеу ең маңыздырақ екен деп ойлаймын. Басқаларды сүйе білсе, осы дүниенің әсемдігін тамашалай білсе, сезе білсе, тұрмысын қалай еткенде қызықты және көңілді өткізуді білсе, жүрегі жылылыққа толы болса, осылар осы баланың өмір сапасын белгілейтін ең маңызды факторлар екен деп ойлаймын. Енді мына кішкентай кезінде ата-ананың мейіріміне, сүйіспеншілігіне ие бола алмай өскен балалар, олар өмір бақи осындай бір мейірді, осындай бір махаббатты іздеп өтеді екен. Мейлі олар кейін үлкейгенде сондай бір адамға жолықса да өзіне мейір бағыштайтын, бірақ соны түсіне алмай, сезіне алмай, болмаса соны ұстай алмай, өзінің өмірін өзі құртып алатын жағдайлар болады екен. Сол үшін енді осы балаларымыздың кішкентай кезінде барынша мейірмен, махаббатпен баламызды аялап, мәпелеп өсірейік. Ал енді балаларымыз үлкейген кезінде барынша баламызға сеніп, өз ісіне өз шешім жасауға құқығын беріп, оларды қолдап, кейбір істерде тек қана пікірімізді, ұсынысымызды айтып, шешім жасау құқығын өзіне берсеңіз, онда осы бала кейін өз тұрмысын өзі сондай жақсы алып жүретін болатынына сенімдімін. Әуелі сізге де жақсы бір ақылшы болады деп ойлаймын. Сол үшін балаларымызды барынша түсінейік, қолдайық, осылай көп түрлі бала тәрбиесі жөнінде нәрселерді көп көрейік. Бала барлығымыз ғой. Баламызды жақсы тәрбиелесек, ұрпағыңыз жақсы болады деген секілді. Сол үшін сіздерге сәттілік тілеймін. Балаларымызды жақсы тәрбиелейік.